Бақтыбек Мақсутов, Қарғашалу түн. Әңгіме. Ақылбек үйбілесіменен мұрдағы колхоздың қырқын сарайына көчіп келіп, ақысын алып қышында ар кімден жылқысын бағып жүргеніне бұйыл 3-ші жыл болды. Күндіз жылқыларды жайытқа шығарып жібергеніменен түнкісін тақай жанында болуш керек, ит құштың қолдан талашып тұрған ұчыры, ал бүгін де адатынша жылқыларды жайып қойып, үйдей чоң қара таштың далдуысында отырды. Бұтына қалың чоқой, içінен жылуланып, сыртынан тон кигеніне қарабай, түнкі ызғарлуу суыққа қайғы баратты. Мұрда даярдап қойған отындан жағып жылынды, ай сүттөй жарық. Жылқы жануар қыштың қыран шілдесіне қарабай, аязду суықта қалың қарды теп, астынан той тап жеп, түні бойы оттап шығады. Ақылбек ұқтабай өткен кеткенін ойлап, ылымтада далайға отырды. Атынесі қырсықтан көз жұмып бала кезінде тұмылы жетім қалып, ар қайсы туғандарының қолында чоңойды. Біреуінен жақшы сөз оқса, біреуінен запқы көрді. Ошентіп жүріп бері жатты. Тең құрбылары сияқты жоғарғы оқу жайына документ тапшырбады, мүмкіншілігі жоқ эле. Айрым жаштардай болып, башқа шаарларға же чет өлкөгө да кетпеді. Ел içinde болуыны, туылған жерде бейпел жашуыны жақтырды. Армияның қатарында қызмат өтіп келгеннен кейін арызышып жүріп, айылдағы естүү қыздардың бері деп саналған Чолпунайға үйленді. Азырда Чолпунай менен өткөргөн жаштықтың айтып өткөз таптуу күндөрүн эстеп, дүниесі түгел болып, қырқын сарай жақтанда санда қарап қойып отырды. Сүйішіп жүріп баш қошқан ақ никелүү жарынан ыплаз ішке барбаған, ақақтай таза болуысын қалуучу. Өзін да андай арам іштен ола қалып жүрчү. Жашоодогу кыйынчылыкты бирге көтөргөн, жакшылыктарды тең бөлүшкөн, элдик дастандарда даңыза болуп айтылган кыргыздын мыкты кыздарындай болуп, үй бүлөнүн очогун өчүрбөгөн акыл эстүү жар болуусун каалар эле. Көп балалуу болууну, алардын келечеги кең, бактылуу жаштардан болсо экен деп тилек кылчу. Анткени анда ага да, ини да жок болчу. Жакшылыктарда, тойлордо, майрамдарда мүмкүнчүлүгүнө жараша Чолпунайга белектерди берип, ул кызын куурчактай кылып кийиндирип ээрчитип алчу. Анын мындай мамилесине айылдагылар өзгөчө суктанышып, көз артышаар эле. Чолпунайга жеткенине өзүн аябай бактылуу сезчү. Тели теңтөш, ага тууган ичинде да кадыр баркка жетип, бала кезиндеги башынан өткөн кыйынчылыктарды, тарткан азаптары, көргөн кордуктары акырындык менен эсинен чыгып, ушундай сүйүктүү жарга туш кылган Алла Таалага ыраазы болуп кетчү. Түн ортосунан эбаа кууп калган. Жарыгын жарым жартылай күйгүзгөн жол тандабас машина кыркын сарайга келип токтогонун Акылбектин көзү чалып калды. Бейкапар жан баштап жатты эле, ордунан козголуп отура калды. Түн ортосунда беймирал келген машинага таң калып, башына ар кандай жаман ойлор келди. Санасы чыдабай аркандап койгон атына минип кыркын сарайга жөнөдү. Атын мамыга байлай коюп, төз эле үйүнө бет алды. Эшикти ачып кирмекчи болгондо, чала була кийинип, шымын колуна кармаган адам аны жөөлөй атып чыкты. Ал айыл өкмөтүнүн башчысы Кенжебек экен. Үйдүн ичине кире бергенде, жуурканды ороно бүрүшүп, ыйлап отурган аялы Акылбектин күтүүсүнөн кирип келгенине ого бетер боздо уйлап кирди. Акылбек окуяны түшүндү. Ойдо жок жаман окуянын үстүнөн чыкканга, бирөө аны башкача кандай дең дароо болуп, заматта заманасы куурулуп, дүнүйө астын үстүн болгондой жыгыла турган болуп, теңселип барып оңолуп кетти. Акылбектин так ушул азыркы абалын айтып берүү мүмкүн эмес эле. Ал ушул учурда бирөөнү өлтүрүүдөн, өзү да өлүп алуудан кайра тартпай, каардуу жырткычтын абалында болчу. Мындай окуяны ал эч убакта күткөн эмес эле. Акылбек үйүнөн атып чыгып, мамыдагы атты мине, машинасына да карабай, шаштысы кетип, ылдый карай качып бара жаткан Кенжебектин артынан түштү. Жаны кашайып алды да, безе качып бара жаткан Кенжебекти атып жиберди. Ал көмкөрөсүнөн кулап түштү. Бир аздан кийин гана ал баш көтөрдү. Акылбектин мылтыктын машаасын басканга тити барбай, колу калчылдап кетип, ок Кенжебектин башынан алыс кеткен экен. Кенжебек тизелей калып ага жалынып жиберди.
Aylanayın Akılbek, geçir meni. Hem ne desing aytkanımды atkarayın. Canımda aman koy. Ey akmak. Maga adam balası kılbas çamanlıkты kıldың sen. Ақ никелеп алған жарымды арамдадың. Эми мен сага кылбаганды кыламын. Жаныңдын амандыгын көздөсөң эптеп үйүңө жат. Акылбек ачуусуна чыдабай Кенжебекти чокудан ары камчы менен тартып алды. Кенжебек жан талашып, жылаңаяк калың кардын үстүндө жыгылып туруп качып баратты. Экөө бир чакырымдан кийин жээктерине муз тоңгон дарыяга да жете келишти. Жан талаша чуркап бара жаткан Кенжебек тык токтоп, кайда басаарын билбей туруп калганда Акылбек ага бакырды. Кеч, алдагы сууну. Айланайын Акылбек, ушул шыргалаң сууну кантип кечем? Бала кезден бирге өсүп, бирге чоңойбодук беле. Жакшы жолдош эмес белек. Кечирчи мени Акылбек, мен иттик кылдым. Ал сууну шар кече албай, жээкте бир аз буйдалып туруп калды. Акылбек кечирет деген үмүттүү ойго келди. Классташтардын ичинен экөөнүн ортосунда жакындык бар болчу. Чолпунайды алганда да ал күйөө жолдош болуп барган эле. Чолпунайдын жоодураган карагаттай көздөрүнө, нур төгүлүп турган кара туру өңүнө, согунчогуна чейин жеткен кундуздай кара чачына, келишкен мүчөсүнө, жароокер мүнөзүнө кызыгар эле. Өзүнүн Чолпунайга жетпей калганына ичи күйүп, көптөн бери ичине кек сактап жүргөн болчу. Көздөгөн арам максатына жетүү үчүн көп ойлонуп, көп аракет кылды. Өзгөчө атасынын байлыгынын жардамы тийип, айыл өкмөтүнүн төрагасы болгону ошол арам оюнан алыстай албай жүрдү. Азбы көппү байлык күткөнү, чоңбу кичинеби кызматка келгени анын бала кездеги мүнөзүн бат эле өзгөртүп, өзүмчүлдүк, менменсинүү касиетин пайда кылган эле. Анын бою узун, бети жылма, аял жүздүү, териси жука, бет келбети энесине түспөлдөш болчу. Бир көргөн ургачыны өзүнө тартып, кийинчерээк алар менен жакында мамиле түзгөндү өзөштүрө баштаган өнөрү да бар эле. Акылбек эми аны аты менен жөөлөтүп кирди. Кенжебек да суудан кечпей койбосун түшүндү. Акылбектин жинденип турганынан чочуду. Аты салгандан кайра тартпасына көзү жетти. Кичинесинен жетим калып, айтканынан кайтпаган көк беттик жайын дагы билер эле. Ал аргасынан жээктерин муз каптаган шыргалаң сууну кечип, суу ичиндеги самын таштарга эки ирет тайгаланып жыгылып, эптеп аркы өйүзгө чыкты. Эй акмак, сенин жазаң ушу. Атып салып сөөгүңдү өрттөп ийсем деле болмок. Колумду булагым келбеди. Аман калганыңа сүйүнгөн. Ажалың жок болсо үйүңө аман жетерсиң. Азабың болсо өмүр бою боздоп жүрүп өтөрсүң. Шыргалаң суу сөөгүнөн өтүп, чучугуна, таманынан өтүп, мээсине жеткен Кенжебек эмне кылаарын билбей, дарыянын жээгинде калчылдап бир аз турду. Аттиң ай, итти көзүмдөн кетти, деп күбүрөдү ичинен. Жакын жолдош болуп жүрүп, ментип чыккынчылык кылып, кечирилгис күнөө кетиргенин сезди. Жыгылып кетчүдөй илки басып, кыштак тарапка бет алды. Анын кыштакка аман эсен жетер жетпеси күмөн эле. Акылбек атына камчы салып кайра тартты. Үйүнө келсе Чолпунайдын эки көзү тоодой шишип, бардык күчүн ыйга чыгарып, уңулдап ыйлап отурган экен. Керебетте 3 жашар кызы, малына жаңы жеткен уулу бейкыпар уктап жатышыптыр. Акылбек алган жары менен бактылуу өмүр сүрүп, жашоонун ыракатын чогуу көрүп, балдарынын келечегинен зор үмүт кылып, өзү башынан өткөргөн турмуштун запкысын алар көрбөсө экен деп тилек кылар эле. Эми эминтип, ал тилегинин таш талканы чыгып, ойлогон ойлору быт-чыт болуп, алдыдагы чоң максаттарына жетер жетпеси бүдөмүк болуп калды. Жакында эле телевизордон көргөзгөн чет өлкөлөрдүн биринде уятсыз иштерди жасаган эркек аялды таш параңга алып өлтүргөн окуяны эстеп кетти. Колундагы мылтыкты мыкчый кармады. Арзып жеткен жарынын кылган кылыгына ачуусу шакардай кайнап, жек көрүү сезими ургуштап турду. Кече эле чолпондой болуп, жаңы ачылган гүлдөй жадырап жайнап турган Чолпунай көзүнө эң эле суук көрүндү. Бирок жашоодогу билген жаман сөздөр менен аны ашата сөгүп, абийирин кетиргенге, эркектик кылып, уруп сабап жибергенге кудурети жетпеди. Мен сенден муну күткөн жок элем, Чолпунай. Көрсө,
Sen ушундай уятсыз адам турбайсыңбы? Бул көрөкчө өлүп калсаң болмок, деп айтканга араң жарап сыртка чыгып кетти. Чолпон ай тизелеп отура калып, жалынып жалбарып кечирим сураса да, Акылбек кечире алмак эмес. Аялы аны ушул азыр көгалак койдой тепкилеп, Кудайга үнү жеткенче бакыртып өкүртүп сабайт деп да күтүп турду. Көөсү ага кандай жаза колдонсо да баарын көтөрүүгө, баарына кайыл эле. Бул каргашалуу түндө Азизилдей асылган Кенжебектин бал тилине азгырылып, ортодо ар намыстан эр өлүүчү күнөө кылганын, сүйүп алган өмүрлүк жарынын, ортодогу ууздай махабаттан жаралган уул кызынын келечеккендирин кесип, тактырын талкалап, багын байлап, үй бүлөнүн ырыскысына, бакты таалайына кедергисин тийгизип, маңдайга жазган ырыс дөөлөттү качырып, куттуу жерде айткысыз арам ишке барганын түшүндү. Акылбек кайрадан үйгө киргенде колундагы мылтыгын көрүп, Чолпон айдын жүрөгү шуудей түштү. Эми чындап өлгөн экенмин деп ойлоду. Мынтип кара бет болгуча Акылбектин колунан ажал тапсам мейли деген ойго келди. Ургаачылык кылып, Акылбектин ата энеси жоктугуна, кара жумуш кылып, капкара болуп күндүн ысыгына какталып, таңды кечке талаада жүргөнүнө, кышында ызгаардуу суукта түнөп конуп, жылкы кайтарганына көңүлү тойбой, алдыга озуп кетпесе да, элдин ортосундагыдай жашоого ыраазы болбой, ага караганда атасынын байлыгы менен бийликке жетип, жалтылдатып жеңил машинаны минип, бир айыл элди башкарып калган Кенжебек өйдө көрүнүп, анын азгырыгына кантип кирип кеткенин өзү да байкабай калган эле. Аңгыча болбой керебеттеги уктап аткан бала чукуранып ойгонуп кетти. Акылбек мылтыгын мыкчый кармап, аялынын тигиндей түрүн саамга үнсөз тиктеп турду да, шарт сыртка чыгып, атына минип тоону карай бет алды. Кыштын кычыраган шилдесинде ээн коктуда жалгыз ак кар көк музду жазданып, бирөөнүн көзүн каратпай, үй бүлөмдү багам деп, жайдыр кыштыр кара жанын кар чуруп турмуштун өйдө ылдый кыйынчылыгын көтөрүп, эл катары жакшы жашоо үчүн алпурушуп жүрсө, жокчулук эмне экенин сезбей, жылуу үйдө жатып алып, Чолпон айдын кылганы тиги деп, келинчегине катуу нааразы болду. Кече эле бирин бири сүйүп, ортолорунда оттой ысык мамиледе жүрүшкөн эки жаштын бүгүн мынтип берген анттары бузулуп, ортодо адамдын оюна келбеген арам иш болуп кеткени аны катуу кейитти. Аппак шейшебин тебелеттирбей, ак сүйүүсүн булгабай, арам ишке барбай, Кенжебекке каршылык көрсөтө албаганына Чолпон айга болгон жек көрүү сезими оргуштап кайнап турду. Анын кылган кылыгын өлсөм да кечирбейм, деди ичинен. Жетим жүргөндөгү ач ток болгонун, көргөн азап тозокторун чогултуп келсе бир тең, бүгүнкү көргөн кортугу бир тең болду. Аял затынын сүйүп тийген эрине жасаган мындан өткөн душмандык болбосун түшүндү. Алган жарынын арам ишке барганына нааразы болуп, өз өмүрүн кыйган бир жигиттин кайгылуу окуясында уккан жайы бар эле. Бул көрөкчө өмүр бою бойдок жүрсөм жакшы болмокко деген ойго келди. Ал болгон окуяны эстеген сайын жаны кашайып, ээн талаада үнүнүн жетишинче түнгү караңгылыкты буза бакырып, ички күйүтүн сыртка чыгарайын деп, бирок анте албады. Бу жарык дүйнө күңүрттөнүп, аны менен коштошкусу, өз жанын өзү кыйгысы келип, каны ичине тартып, кумсарып, жонундагы мылтыктын кундагын улам-улам кармап кетип баратты. Акылбек жылгага жакындаганда ачуу кишинеген айгырдын үнүн укту. Аңгыча болбой аң дөңдө карабай атырыла чуркап келаткан кара сур байтал, анын артынан аркан бою аралыкта кубалап келаткан лөкүйгөн чоң карышкыр жандай салып өтүп кетишти. Көп өтпөй алардын артынан оозун араандай ачып, көзү оттой жанып зуулдап чуркап келаткан тору айгыр көрүндү. Ансыз да акыл эси ордунда болбой, эси эңгиреп турган Акылбектин эшик төрдөй жерде жанынан өткөн карышкырга ок чыгарганга чамасы келбеди. Коюна жаман нерселер түшүп кетти. Карышкырлардын үйүрү жылкыларга кол салып, шилдей таратып, баарын кызыл жаян кан кылып, кырып салгандай туюлду. Эртең мал ээлеринин жүзүн кантип карайм деп ойлоду. Тигилерге көңүл бөлбөй, атына камчы уруп, шаша-уша жылкыларды көздөй жөнөдү.
Esine gelip bir neçe jolu asmanға mıltık attı. Мылтықтың жүректі титреткен ачуу үні асқазоны жаңыртты. Келсе, жылқылар бір қырсық болғандай құлақтарын тікчейтіп, оттобой тұрышқан екен. Есі келгенде қарышқырлатан қатуу қорқып қалған жылқылар тұш тараптан чоғылып Ақылбекті тегеректеп қалышты. Жылқыларды санап түгелдеп көрсе, торғай айғырменен қара сұр байталдан башқасы түгел екен. Жалғыз қарышқыр қол салғанын түшініп, санасы біраз басылып, қайра тартты. Qoqtunun oğuzuna жетіп, торғайғыр менен қара сұр байталдан бір-біріне сүйеніп, қашынып тұрышқанын көрді. Бұлар быйыл жаз айынан жарқыраған күндерінің бірінде алғашқы жолы қосылышқан еді. Жақындап барғанда торғайғырдың қапталдары тұтылып, төш еттері менен бұлшың еттері жұлынып қалғанын көрді. Екеуіні жақын еле жерде оғызынан қан кетіп, қауырғалары қарқайып сулап жатқан қарышқырдың өлігі көз көрінді. Ал мезгілінде қазысы қарыш бейлерде жара тартқан қанду азуларынан ажырап, қары арығанда үйірінен бөлініп, жалғыздап жан бағып қалған қарышқырдың дөбетілі. Анын ажалы қарасұр байталды қорғаған торғайғырдан болғанын Ақылбек жазбай түшінді. Бұл қарышқырдың дөбеті жөнінде ұзақ сөз қылуға болады. Ал мезгілінде азуысын айға білеген зор дөбет қарышқыр елі. Көп жылдар бойы бір кең өрөнді мекендеп, қарышқырлардың чоң үйіріне ейлік қылып аларды дайыма жаш етменен қамсыздап, эч уақытта ач қалтырбай, тарп жегізбей, үйірдегілерге қадыры барқы күшті елі. Үйірдегілердің бірі да аға баш көтербей, анын қалосын дың дебей атқарышчы. Қоро-қоро қойларға, үйір-үйір жылқыларға қол салып, жайыттарды қызыл жаян қан қылып, қарға құзғынға той түшіріп салчы. Андан соң тезінен башқа жаққа жер қотырып кетчі. Өте сақ, өзгөчө митәмілі. Бечара малчылар бірін екен малынан ажырап, бір топ чығымға учырап, қарышқылардың бұл үйірін жоқ қылуға қылған мергеншілердің әрекеті майнапсыз қылар әлі. Ошондай күндердің бірінде дөбет қарышқырды қырсық çalды. Ошол өрөөндөгү мергеншілер чоғылып, қарышқырдың бұл үйіріне қаршы аттанышты. Туш-туштан мылтықтар тарсылдап, оқтор зуылда учып жатты. Оқтың бірі дөбет қарышқырдың оң қолына тиді. Ал үч бұттап чұрқап жүріп, үйірін ептеп мергеншілердің торынан алып шықты. Үйірдегілердің ажалы жеткені мергеншілердің олжосы болып қалып қалды. Ал бұл жолы үйірін ең алыс жерге, адамдар бара албаған асқазы олардың арасына, қарағай черлі жерге алып келді. Өзі бір жұматай қимылсыз жатты, оқталыны тешіп өтіп, өпкөге жақын барып тұрып қалған екен, ақыры ептеп мал болып кетті. Үйірдегілер көнгөн жашуосын уланта берішті. Анын бейпіл жашуосын жақында болып өткен оқия өзгөртті. Жақшы көрген жаш көк қанчығы, дөбет қарышқырдан бірі именіп, бірі жалтанып қойбай, қайдан жайдан тап, үйірге ертіп келген жаш дөбет қарышқырдан башталды. Аны үйірге қошпос үшін дөбет қарышқыр қатуу қаршылық көрсетті. Орталарында бір ет бышымға созылған айғышқан қатуу қармаш болды. Бір-бірін өзгөчө жек көрүү менен қарап, жара тартып жібергісі келген бұл екеуі чарчап, шайып, қимылдарға дарманы қалбай қалғанда, екі жерге барып соқ сойып отырып қалышады. Ес алғанда қайра қармашып кірішеді. Бұты қолдың кекіртегін чайнашып, бір-бірінің қоқосын жұлып алғанға, мөчө башын керектен шығарғанға әрекет қылып атышты. Жеңілгені үйірді тыштап, белгісіз тарапқа кетүүгө аргасыз болоорун, жалғыз қалуу қандай қорқынычтуу экенин, андан аркы жашоосу жагымсыз, кунарсыз өтөөрүн экөө тең жакшы түшүнө берели. Адегенде дөбөт карышкыр карт бөрлүк кылып, жаш дөбөттүн бир топ шайын оодарып жиберди. Бирок күч кубатка жаңы толуп турган жаш дөбөт бара-бара үстөмдүк кыла баштады. Жыйынтыгында бул кандуу кармаш жаш дөбөт карышкырдын жеңиши менен аяктады. Жаш дөбөттүн жеңишин көк канчыкта аябай каалап турган эле. Дөбөт карышкырдын буга чейин ага кылган камкордугу башка канчыктарга караганда өзгөчө жасаган жылуу мамилеси түккө арзыбай калды. Жаш дөбөт менен көк канчыктын мурдатан үйүрдөгүлөргө билгизбей тымызын жолугушуп жүрүшкөнүн, үйүрдөгү чексиз бийликке ээ болуп, дайыма иши оңунан чыгып жүргөн,
ança mınçaga mani berbegen döbet karşıkır bayqabasa gerek. Eki döböttün taqdir çeçuçu kandu karmaşынан oңboğunday jarakat alıp, qatu zapqı jep mından ara uyurda qalu bolbostuğun sezgen qart börü aqsаңдай basıp, erililiңdey belgisiz jakka bet aldı. Biraz bargandan keyin qayrılıp, ömür boyu elik kılıp gelgen uyuruna eң akırkı jolu qarap turdu. Jaş kançık menen ötkörgön aytıp tügöt algız, eң sonun uçurlarda halgaçka joluguşkan günde estedi. Kök kançık anın koluna oňoýla tiye koygan emes. Koşuna uyurdan anı birinci görgöndele napsesi buzulup, ağa kanti beylik kılığının jolunu izley baştagan. Akırı anın uyur başçısı menen kandu karmaşka baruğa tuğra gelgen. Aygışkan karmaştan keyin karşılaşın jara tartıp, özü de jaralanıp, öldüm taldım degende araň jeňişke jetişken. Handan başka jol jok ele. Oşentip, jaňydan ele boy tartıp geletkan, müçe başı kelişken kök kançıkka eýlik kılıp kalgad ele. Bul wagtda kök kançyk any qarap da koýboy, dünýesi tügel bolgondoy, döbet karşıkyrdyň üýürdägi başga kançyklarga karaganda ağa kılgan özgöçe mamilesi, jyluu sezimi, bardyk nerse esinden çygyp, jata kalıp ara beri onap kuyruğun bultaktatıp, berki jaş döbet karşıkyrdyň başı gözünden jalap juktap erkelep jatkanyny gördü. Bir gezde kök kançyk agada uşintip kuyruğun bultaktatıp, başı gözünden höp jıttap, jaştyk jalyny bötkül ditiminen berilip özgöçe erkeler ele. Döbet karşıkyrdyň içi ört jalyn bolup turdy. Gaýra tartyp baryp, eköni teň jara tartyp içine tolgun getpes kegin çıkarıp jeňildep algysy geldi. Birok hant albady. Antkenge darmany jok ele, kudreti de jetbeýdi ele. Emi üýündegilerden jaş döbetke baş iýebeske çarasy jok ele. Döbet karşıkyrdyň dalaý jakşylygyn görüp jaşoonyň rakatyny tatyp, keýde aç bolup, keýde tok bolup, uzak mezgilli boyu birge bolgan üýürdägi karşıkyrlardan biri de any qarap koýgan jok. Alar birin-biri erkeletip, oýnap atkan eki jaş börüni suktanyw menen birçet özgöçe içi tarlyk menen qarap duruşdy. Bul jolkuday murda yza bolup, korduk körbegen karat döbet börülerden ezeltiden gelatkan saltı boyunca özün jarga tartıp, jebeyi askadan uçup ölgüsü geldi. Halda kolundan gelmedi. Asmanga karab içindegi tolup çıkkan muň kaygısın sırtka çıkarıp, önünün bardığınca ulup jatdı. Döböttün ulugan önün ukkanda, kök kançık közlerin akşıytıp anı bir karab aldı. Murda janday görgön, dene boyun çeksiz balkıtıp jan kumarını kandırgan döbet karışkır, bul jolanın közünü eň ele jaman görünüp, özgöçe jek görüp turdu. Jylkylardyn sanasy tyngany menen tündögi bolgon jagymsyz okuya jan düýnösüne tınçlyk berbey, keň düýnö tar bolup, açuusy tarabay oy sanasyn jagymsyz nerseler biýlep, myltygyn mykçy kırma bary beri basyp, Akılbek ulam üýü tarapty qarap koyup turdu. Adamlar jaşoosunda pendeçilik kılıp, har kanday şartda köwele kemçiliklerdi bilip da bilbey da күнөлөрдү getirişi mümkün. Alardın ayrımdarını geçirip da jürüşet birok, Allah Taalaga da jakpagan, Çolpon aydın bul kılığın çeksiz ay köldük kasiyetke eýe bolgan adamda geçirүүgө mümkün emes ele. Adamdardın gözün taýgyltkan, kök meljigen zor imarattın bir jerine dow getse, hal mezgil ötkөндөн keyin ertebi geçpi bayağı kasiyetinden ajrap, kıyroğu uçurap jaşoosун toktotoru, jer menen jeksen boloru belgilүү emespe. Hatyneden jaştaýynda ajrap, alardın merimin bilbey jalgyz öskön Akılbektin azır janynda akıl aytyp, oň jolgo erçitip getir adamı jok. Aslındağı mingen atынан başka bir jan jok, tünkü ay talahda jalgyzy bastırıp baratdy. Kıyın kıstalışka tuş bolgon, bende götür algız, aylasız avalga kabılgan Akılbekti, türkün oylar kütüsüz kılmışka azgırıp jatdy. Al üýüne gelip eşikке jakındaganda, say sööktü sıdatıp, çırkıra oylagan baldarının ünün ukdy. Şaşa-uşa eşikti açıp kirgende, üýdün ustununa baylangan arkandan uçuna ilinip, salaňdap turgan Çolpon aydın jansız denesin görüp, kaltırap korkup getdi. Kolundagy myltyk kolundan düşdü.
Буга чейин мемиреп турган түндө заматтын ортосунда кара туман каптап, коктулардан кар учурган ызгаардуу шамал жүрүп, соңунан бороон башталып, айлана алай дүлөй болуп калды. Бир кезде түнкү караңгылыкты бузган мылтыктын үнү чыкты. Айаламга чексиз нурун төккөн, жер үстүндөгү бүткүл жан жаныбардын жашоосуна шарт түзгөн, өмүр берген касиеттүү күндүн чыгышына да бир тобу убакыт бар эле.